Так. Реклама дейсіңдер ме? Иә, брат. Рекламаның түр-түрін түсіре береміз ғой. Сонда не түсірдіңдер? Ау? Не түсірдіңдер деймін? Не түсіргенде осыдан бір апта бұрын бір КАМАЗ топырақ түсірдік, сосын мысалы кеше бека әйелдің телефонын туалетке түсіріп алды, үйіне бармай қашып жүр. Жоқ ау. Өтірік айтпашы, бұл әйелімнің телефоны емес, енемнің телефоны. Сен өзің айттың ғой, әйелімдікі. Енемдікі. Аға, енем келген ғой үйге. Ей, ондай түсіргендерді айтып тұрған жоқ міне. Нені? Мына камерамен не түсірдіңдер деймін. Қандай реклама жасадыңдар, кіммен жұмыс істедіңдер? Камерамен ба? Ой, көп, оны қайсысын айта береміз сізге. Осыдан бір апта бұрын базарда шемішек сататын бір апаның рекламасын түсіріп бердік. Мощный шықты айтшы да. Содан осы бір ай бұрын ба? Қаскелең жақта бір адам бар, темір қабылдайтын. Соған түсіріп бердік. Ол да тоже мощный шықты да? Иә, мощный шықты. Ырза болды ол ше. Бізге жаңағы жұмысымызға риза болып бар ғой. Негізі темірді 90-дан қабылдайды екен өзі. Бізде 110-дан қабылдады ғой. Ырза. Апа вообще риза. Барған сайын 10 теңгелік стаканмен толтырып шемішке беріп жүреді. Опыт бар аға. Жедел аға. Қайсысын айтамыз? Базар жоқ, опыттарың көп екен. Сонда конкретно не ұсыныспен келіп отырсыңдар ма? Былай ғой, братан. В общем, сіздің автостарт деген автосалоныңыз бар ғой. Сонда көліктерге обзор жасап, біздер видео түсіріп береміз. Сосын сіз оны саласыз, сол кезде интернетке салғаннан кейін клиенттер көреді де, сізге толық клиенттер келеді ғой. Иә. Сонда қалай жасамақшысыңдар енді обзор? Оны енді видеоға түсіреміз, монтаждаймыз. В общем, келтіре береміз. Жасаймыз ғой? Иә. Көрсетпеші қалай жасайтыныңды енді. Ол көрсеткенде қалай болады екен ол? Осы жерде көрсетсеші енді қалай жасайсың машинаға обзор? Көрсетсе. Жұмыстан айырмай көрсет. В общем, былай ғой, братан. Мысалы, қандай машина сенде? Камри қандай? 70. Объем? 2/5. Цвет? Жасыл ғой? Окончательно қанша депсің енді, братан? Біздер ондайлар 11,5-ға ма алдық қой да өткенде де? Цвет нашар ғой, цвет нашар. Араб қой тем более бұл. Араб еще сборок. 11,5. Не айтып отырсыңдар екеуіңе. Не басым қатып отырсыңдар, шығып кеттірші болды. Айтсай. Болды, братан. Көрсетсек. Иә, болды, реклама екен. Не істейтін көрсетсек. Иә, болды. Түсінбеді. Достар, сіздердің алдарыңызда қайың жапырағы түстес Camry 70 автокөлігі. Ендеше обзор жасап көрейік. Кеттік, ішін ашамыз, салонды көреміз. Цветі қандай? Қызыл болады ғой. О, бәрекелді. Не деген қып-қызыл салон. Осыған қарап тұрып бір жұмақ есіме түсіп тұр. Қалай дейсіздер ғой, иә? Сырты жасыл, іші қызыл. Ол не? Қарбыз. Дұрыс емес, ол Camry 70. Camry 70, қазанда 70. Енді капотын ашып көрейік. Ой-бой, бұл капоттың астында мотордан мен сіздерді айтайын. 36 Москвич, 28 мопед, 6 электронный самокат бар ғой, самокат. Сондайдың, содан кейін 3 велосипедтің күші бар. 4 тышқанның күші бар. Багажнигін ашып көрейік. Багажнигін ашайық. Ой, багажник қандай үлкен. Багажник базар ғой? Айт, сол багажникке қанша тауық, қанша жұмыртқа кетеді бәрі. Иә, бұл багажникке 36 тауық, 48 жұмыртқа кетеді. Ой, ақтоққы қонағында. Бал тоқтаңдар керек жоқ. Бұның багажнигіне 4 зеленый базар, 2 парақол кісі. Қалай барды? Өлтіреді екенсіңдер сендер. Ой, барат айтып тұрмын ғой. Обзор жақсы түсіреді екенсіңдер. Ой, біздер бұл салада жүрген. Профессионалмыз аға, профессионалмыз. Конечно. Енді конкретно қанша сұрайсыңдар жұмыстарыңа? Енді ол бұл салада бірінші рет жүрген жоқпыз өзіміздің. Енді бұл өзіміздің ставкамыз бар конкретно. 5 миллион аға. 5 миллион? 5 миллион. Қанша подписчиктерің бар сонда? 28. 28 мың ба? 28 миллион? Қой, енді 28 миллиард емес шығар. Жоқ, 28 кәдімгі, 28 штук. 28 деп айтып тұр ғой. 28 деп айтып тұр. 28 талма? Құр 28. Сендер де анау өздерін блогер санайтындардың қатарынан екенсіңдер ғой, Қалай соны? Маған бір блогер келген осында. Ойбай, қырам жоям, қатырам бәрін деп. Қазір білесіңдер ме не істеп жүрген? Осы жерде жұмыс істеп жүр, охранник болып. Басымды қатырмай болды. Шығып кетіңдерші. Шаршап отырмын өзім. Өз сиямағында блогер просто. Сол. Алло. Ағраны бар. Басеке? Кеттің, Аха. Иә. Жарайды. Как раз сол мәселемен отырдым ғой әңгімелесіп. Охрана қалайын еткен жоқ қой? Охрана қалайын еткен жоқ қой? Охрана болуға желание жоқ қой? Сол, братан, біз қайта берейік, түсіріп өзіміздікін кетейік. Короче, видеоларыңды түсіріңдер.
каналдарыңа саласыңдар. Сосын былай келсек. Әрбір просмотрға мен 1 теңгеден берем. Миллион просмотр жинасаңдар, миллион берем. 5 миллион жинасаңдар, 5 миллион теңге. 5 просмотр болса, 5 теңге берем. Қалай? Жоқ, аға, келістік та, бірақ біздің бір шартымыз бар. Қандай? Каждый күн сайын беріп отырасыз ақшасынша, гонорарымызды еще наличный беріп отырасыз аға. Біздің нал, біздің карточка жоқ. Болды, келістік. Менің де бір шартым бар. Иә. Екеуіңді шешек деп атаймын. Айдар қарап көрдіңдер ме? Ұқсайсыңдар екеуіңе. Кім деп атайын дейді? Ешек деп айтамын. Ешек? Иә. Жақсы, келістік аға. Болды онда. Болды, тоқтадыңыз. Жоқа. Менің де атымнан неге сен шешім қабылдайсың? Сен өзің атыңа жауап берсең, мен өзімнің пікірім бар ғой. Ал айт. Кестік де. Кестік. Өзім жауап беремін, кестік. Не айтып отырмын? Ген әркім өз басын жауап берсін да. Сен өз алдыңа ешексің, мен өз алдыма ешекпін ғой. Дұрыс па? Так, онда ешектер қазір компаниямен танысып шығасыңдар. Алло. Ешек, кабинетке келіп кетші тез. Ешек қайда кетіп қалды? Ешек! Ау. Мына ешек. Ау, бәсеке шақырдыңыз. Короче, ешек. Ау. Мына старый ешекқа айтамын. Сен, короче, мына екі ешекқа автосалонды полный көрсетіп шық. Таныстырып шық. Жақсылап видеоға түсіріп алыңдарсыңдар. Тұр ма? Тағы да бір қандай да бір автосалон жайында сұрақтарың болатын болса, осы ешектен сұрайсыңдар. Бұл ешек білмейтін сұрақтар болсашы. Менен сұрайсың да? Дәу ешектен сұраймыз, дәу ешек. Дәу ешек деп жатырсыз. Дәу ешек. Өлі құлағын естің, дәу ешек деді. Өшей? Бұл ешек деді. Басты қатырма кетіндерші болды? Дәу ешек деді. Шешей ешек. Салынды бірсі. Міне, осы жер ғой. Соның бәрін осы жерде жалғастырып ұйықтай беруге болады сендерге. Ешқандай проблемасы. Келеді екен, Не істедің, ешек? А? Әді істеген жоқ мұна әшін біз сүйкен. Ешек, ё-моё. Басың істейміз, Тұқымдас. Басыққа айтпақ қойшы. В смысле тұқымдас, Енді басық сен де ешек дейді, мен де ешек дейді, тұқымдас емес бұна. Сен білесің ба кім машинасы екенін ау? Білесің ба? Білмеймін. Иесінің машинасы. Болды, қойыңдаршы, Болды, қойыңдар. Тұқымың сатпайтын шығарсың. Не деп тұрсың сен маған? Өше, болды. Әді істеген жоқ па, әші сүйгенен. Одан да мұнан бір дәлікті жауап тастайық та, болды емес пе? Қалай сезек болады ма одан? Соны ойлайық та. Қалай жауап тастайық? Палатымен жауап тастайсың. Менің аузым 5000 теңгемен жауап тастайсың. Болды. Несі проблема? Болды ма? 5000 деген қалай болады екен? Давай, братан, былай істейік. Біздер видео түсіріп болғаннан кейін бізге ақша төлейді, сол ақшаның 50%-ін саған береміз. Қанша ол 50%? Қанша деген ол саған байланысты енді. Үйге барып дәрет алып, құрбандық шалып, дұға тілейсің бе? Мыналардың просмотрлары көбейсін деп, мысалы 5 миллион просмотр болса, 2,5 миллион сенікі ғой. Қой. Көп емес па? Қойшы, бека. Онда тез түсірейік тағын ютубқа сап жерік та, әрбір секунд ақша болып тұр ғой қазір. Енді оянды ғой мұны. Давай тез түсірейік. Давай. Давай, братан, біз түсірмелейік. Давай, тұқымдас красавчик. Давай. Басташы. Не істедің бе? Не ма? Дәді істеген жоқ. Ассалаумағалейкум, друзья! Қазақстан мен Грузия. Қалай, сериал ұнап жатыр ма? Ендеше төмендегі ссылка арқылы өтте және каналға жазылуды, қоңырау басуды ұмытып кетпе.
Кымбаттуу достор, биздин сериалдын жалгасын төмөндөгү силтеме аркылуу кирип, айтуу арнасынан көрө аласыздар.